Я қадірлі көрермен, күн сайын әйтеуір бір жаңалық естіп жатырмыз. Мәдинаның анасына қызының аккаунтынан өлім алдындағы видео келген. 19 жастағы Мадина Әуезова қайтыс болар алдында анасына өз WhatsApp аккаунтынан видео жіберген. Кадрлардан қыздың өзіне қол жұмсауға дайындалып жатқанын аңғаруға болады. Алайда видеоны кім түсіргені және ондағы адамның шынымен Мадина екені әзірге белгісіз. Марқұмның құрбысы бұл видео әдейі түсірілген болуы мүмкін деп күмән келтіріп отыр. Міне, қадірлі көрермен, не болып барамыз, сұмдық жағдай. Жұмбақ өлім, бұл үсті өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу деген секілді баппен жауып қоюға болмайды. Ол кезде 3 жылға дейін бас бостандығынан айырады адамды, итермелеген адамды. Негізі бұл білмеймін. Бұндай жағдайға жеткізуге қандай иттік, қандай тас жүректік керек екенін. Шындықты іздейміз, айтамыз, көрсетеміз, қадірлі көрермен, сондықтан да бірге болыңыздар. 16 жасында ұзатылып тұр ғой демек. Солай ма? Алып қашты ма? Алып қашқан кезде сіздер баталарыңызды бердіңіздер ма? Ол баста? Алып қашты, сосын біз қалындырмаймыз деп шештік. Иә. Ол қызым қалам деп қалды. Қалай танысқан екеуі? Интернеттен, Инстаграмнан танысқан. Жалпы бүгін жерледіңіздер ғой. Жаназаға құда-құдағи келді ма? Жоқ, ешқайсысы келмеді. Неге? Қалай сіз енді денесін алып кеттіңіз ғой. Сол кезде арада бір кикілжің конфликт болды ма? Сіз айттыңыз ба? Күйеу бала өлтірді, өзі асылмайды деп. Айттым. Жоқ, олар қандай қиналып, жаны қиналып тұрған емес олар. Бәрібір болып тұр ма? Бәрібір болып тұр ғой оларға. Еще қызымның Зейнептің телефонына да жазып жіберген ғой, сөйлеп жіберген ғой. Не деп? Шығармай тұр интернетке, көм болғанша деп жай сөйлеп тұр ғой. Ешқайсысы не қылып атқан жоқ. Жаны күйіп, қызым ақ көңіл еді. Жасы кетті. Қызыңыз декретке дейін жұмыс істейтін бе еді? Оқитын еді колледжде. Колледжде оқып жүрген жерінен алып қашып кетіп отыр ғой? Иә. Енді қазір сіздің талабыңыз қандай? Не айтасыз қоғамға? Әділеттікті қалаймын. Қызымды ондай неге бармайды қызым. Әділеттік қалаймын, талап етем. Бұл свободада жүр, қалай? Қазір сонда... Менің қызым қара жерде жатыр ғой, жерінің үстінде жүр ғой. Қазір сонда полиция өз-өзіне қол салу бабымен қылмыстық іс тіркеді, иә? Иә. Ал сіздер оған келіспейсіздер? Келіспеймін мен. Жақсы. Әлеуметтік желіде бұл кикілжіңнің басы шоколадтан басталды дейді, бар не? Бәріне шоколадтан басталды. Білесіз ба, айтып беріңізші? Маған кейін сосын естідім ғой мен оны. 13 күні ұрысқан бәріне шоколадтың үстінде. Мен сосын 14 күн естідім. Маған звондап айтты. Мама, бір штук бәріне шоколад жеп қойдым. Хайвай болды, ұрды деп. Енді ұрған кезде сіз мәйітті көрдіңіз ғой. Денелердің қай жері көгерген екен? Барлық жері көк, бет аузы, мына жақтары көк, аяқтары тырналған. Полиция соны көрді ғой? Көрді. Жақсы. Енді біз ары қарай сіздің келініңізден одан кейін марқұмның құрбысынан сұхбат алайын. Мен сізді қинамайын, жақсы ма? Бірақ осы айтылған ақпаратта қалай бар, солай шығарам. Ақпаратпен көмектесеміз. Жарайды ғой? Мен талап етем сол. Иә. Алла сізге жеңілдігін берсін. Сіз өзіңіз таныстыра аласыз ба? Мен Арынова Аяжан Селбек қызы, марқұм Мадинаның жеңгесі боламын, ағасының әйелімін. Жалпы Мадинаның кеше денесін алып келді осында. Кешенің арғы күні бізге хабар келді. Кешенің арғы күні сағат 6-ларда менің ата-енем, күйеуім барлығы барып, осы Алматы қаласынан сол Меркіге қарай жол тартты. Сосын ол жаққа барған кезде алдыларынан кімдер шыққан екен? Сол күйеуінің туыстары. Туыстары шыққан кезде ешқандай да анандай сіздерден кешірім сұраймыз, онда кешірім сұрамаған. Мына кісіні күннің астында отырғызып қойған, бір страшный бір жаман диванның үстіне отырғызып қойған. Бұл кісі өзі айдалада айғалап жылап отыр. Бұл кісіге даже су бермеген, тамақ бермеген, аузы кеуіп кеткен, тамағы қырылып қалған, дауысы шықпай тұр, көрген шығарсыздар. Бұл кісіге де аяушылық танытпай тұр да. Ал енді
Сосын экспертизаға алып барған кезде сол кезде кірген эксперт кіргенде айтқан ешқандай побойдың белгілері жоқ, ұрылмаған, побой жоқ деп шығарып салған екен. Содан кейін менің қайнатам что-то не то деп таразға алып кеткен. Таразға алып экспертизаға кіргізген кезінде тура сол меркідегі эксперт, бірақ жанындағы екінші адам өзгерген, бірақ бірінші адам өзгермеген, сол екінші экспертизаға кіріп тұр. Вот біз осы жерден күдіктенеміз. Неге екі экспертизаға бір адам кіреді? Ол кезде де побойдың белгілері жоқ. Бірақ біреуі меркіде болған, ал екіншісі таразының өзінде болды. Содан кейін күдіктеніп отырмыз. Сіз енді өзіңіз кешірім сұраймын, мәйітті көрдіңіз ба? Мен мәйітті көрдім. Қандай белгілері бар? Көрдім. Зорлық-зомбылық белгілері бар ма? Бұлай болған. Басынан бастап шашының іші сабан, қоран ішінде ұрған ба деп ойладық. Сабан, бұлай денесін сүйреген деп ойладық, өйткені аяқтан бұлай қарай денесі сырылған. Арқасы шыбықпен ұрылған. Шыбықтың іздері бар ма? Іздері бар. Почкасы ісіп кеткен, көкпенбек болып тұр. Одан кейін бет аузы көк ала қойды, оны суретке де түсіріп алдық. Тырнақтар қап-қара болып кеткен. Содан кейін бізге бағана неге жаназа асында осы Алматыдан екі сестрасы келді. Сол кезде бүйтіп айтады. Бізге енесі айтты дейді. Көтеріп жатқан кезінде құлатып алдым да сүйредім үйге қарай деп айтты дейді. Содан денесі сырылып қалған ғой дейді. Енесі сүйреген болсын да? Иә, енесі 2 сағат асылып тұрған адамды қалай сүйрейді? Ол ауыр ғой. Жақсы, былай мынандай сұрақ қояйыншы, жарайды енді. Қазір ресми дерек бойынша өз-өзіне қол салып деп жатыр. Өз-өзіне қол салса, нақты нешеде, қайда, қалай айтылды ма? Өзіне жоқ. Былай болды ғой, бізге мамасына қызының аккаунтынан, WhatsApp-ынан видео келеді. Мен асылайын деп жатырмын деген сияқты ше. Бірақ оны күйеуі түсіргенде ойлап тұрмыз, өйткені үстінде көйлегі тізесінен асады, беті түсірілмеген, жіпті түсірген, аяқты түсірген. Аяқ бізге андай әйел адамның денесімен аяғына ұқсамайды. Күйеуі өзі істі имитация істеуі мүмкін ба? Иә, сондай жасаған деп ойлап отырмыз. Сондай видео келеді. Ол видео қазір сізде бар ғой? Мамасында бар. Вообще бізде бар. Видео бар, барлық дәлелдер бар бізде. Таяқтың астында қалған денесінің бәрінің видеосы бар. Сонымен сіз таңғы 5-те мәйітін көресіз қызыңыздың? Кешкі 5-те көрдім. Сол кезде сұрадыңыз ғой, не болды бұл қызға деп? Иә, сұрадым. Не деді? Өзін асып қойған, андай деді. Сіз оған сенесіз ба? Мен сенбеймін, сосын сенбей экспертизаға тағы бердік. Тағы берсем, алдыңғы экспертиза жасаған әйел, сол әйел келді тағы екіншісінде де. Сол меркідегі ме? Иә. Мен соғанда жүрегім бір түрлі болыпты, бір экспертиза 2 адам жасады деп. Жалпы сіздің күмән күдік қандай? Мен қызым ондай неге бармайды, қолды жұмысты олар істеді деп отырмын. 10 айлық баласы бар келін 8 ай ма 10 ай ма? 10 айлық. Жақсы, жарайды, маңызды емес. 10 айлық баласы бар келіншек өз-өзіне қол салу мүмкін бе жалпы? Жоқ, ол баласын жақсы көретін, қатты жақсы көретін. Мына жаққа келгенде де көбіне баласын бермей алып қалатын, сол кезде қиналатын, мама жібермеді, бір өзім жібер деп. Күйеу бала немен айналысады? Жұмыссыз. Жасы нешеде? 23-те. Қызыңыз? Қызым 18-те еді, ертең 19-ға толатын еді. Әлі 19-ға толған жоқ па сонда? 16 жасында ұзатылып тұр ғой демек. Солай ма? Алып қашты ма? Алып қашқан кезде сіздер баталарыңызды бердіңіздер ма? Ол баста? Алып қашты, сосын біз қалындырмаймыз деп шештік. Иә. Ол қызым қалам деп қалды. Бүгінше ала тұр сен барлығынша, қазір ала тұр барлық видео, фото-мотолар бар. Ертең келем деп отырсың ғой, ертеңгі сағат 7-де жаназасы болады. Мадикон. Сол 7-ге қарай үлгерсең, Мадиконның ағалары, мамасы, ата-апасы келе жатыр, бәрі осы жерге келеді. Сол жерден бәрін сөйлесеміз, ашығын анықтаймыз, қалай болады, не болады. Маған да оңай болып тұрған жоқ, если честно. Мен де баламнан айырылғым келіп тұрған жоқ. Балам дегден отырып тастап, болмаса басқа нәрсе істегім келіп тұрған жоқ. Мен Мадикон бұндай жағдай істейді деп ойлаған жоқпын негізі. Ол маған кетем деген болатын. Сол мақсатта екеуміз сөйлескенбіз. Ол Мадинаның өзі де біледі. Мен оның тасыған ақталып, анау-мынау емес, конкретно келген кезде сен жаңағы видеолардың бәрін ала сал, ертең екеуміз жақсылап сөйлесеміз, мама бар, ағаларымыз, жаңағы Мадиканың ағалары бар, бәрін сөйлесеміз де, соны анықтап шешім шығарамыз.
сен балаңнан айырылмасаң, біреу басқа біреу баласынан айырылып отыр. Ол мамасы жаны ашымаса да мен жаным ашып тұр, реально айтайыншы. Өзіңде көрдіңіз қандай жақын едік. Білмеймін мамасына не болғанын, бірақ мен удалить етпеймін ештеңе. Кешір, ренжіме. Сен оны ұрғансың ғой, Мадияр. Бүйтіп маған маска тақпай қойып, өтініш мына жақта отырып ал. Бүгінше ала тұр сен барлығынша. арты қайырлы болсын. Иманды болсын. Руслан Өтепбай болады, журналистпін. Танып тұрмыз сразу. Тәте, иман саламатты болсын. Қасыңызға отырсам бола ма? Сұхбат бере аласыз ба? Бір-екі ауыз айта аласыз ба? Жақсы. Ардақты ағайын, менің қасымда күні кеше қайтыс болған 19 жасар келіншектің туған анасы. Қазір енді жалпы марқұм туралы анасын өзінен сұрап білейік. Ең әуелі қалың елдің осы бағдарламаны көріп отырған әрбір қазақтың атынан көңіл айтып, ортақтасамыз қайғыңызға. Біз енді қанша көңіл айтқанымен сіздің жүрегіңізді, жараңызды жеңе алмаймыз десек те, енді бұл қылмыс объективті әрі әділ тергелу үшін осында табан тіреп отырмыз. Енді бүгін ғана жерледіңіздер, сізге де оңай емес, және маған да оңай емес дәл осылай сұрақ қою. Менде де жүрек бар, десе де енді сол Мадинаның әруағы үшін ары қарай тергеу, құзырлы орган бармақ басты көз қысты болмау үшін келіп тұрмыз. Сұхбат бере аласыз ба? Не істеп келсем бола ма? Жуып келді, жарайды. 19-летняя Мадина погибла. И причиной последней ссоры по сообщению стала обычная шоколадка Барни. Вы только вдумайтесь. Ни измена, ни деньги, да, ни какие там кредиты, ипотеки, ни какая-то многолетняя война родов, а обычная Барни. Но сейчас я вообще не хочу обсуждать шоколадку. Я хочу поговорить о том, что должно происходить внутри семьи, чтобы одна съеденная, да, молодая девушка шоколадка могла стать для нее последней. И вот здесь у меня вопрос к мамам, которые воспитывают сыновей. Вы вообще понимаете, какого мужчину вы выпускаете однажды в семью? Мужчину, который скажет своей жене: ты почему с моей мамой так разговариваешь? Мужчину, который будет защищать маму от собственной жены. Мужчину, для которого мама обиделась страшнее, чем моя жена сейчас страдает. Откуда это в нем? Неужели он родился таким? Да нет, вообще. Его этому научили вы. Научили, что маму нельзя расстраивать, что маме нельзя перечить, что если мама недовольна, сын должен встать на ее сторону. А потом этот мальчик вырастает, женится и приносит эту установку, эту модель семьи в свою молодую семью. И вот тут, мама, мне хочется сказать вам очень жесткую вещь. Если вы не прорабатываете свои травмы, свои страхи, свою зависимость от сына, свою потребность быть для него главной женщиной, вы можете не просто испортить отношения с невесткой, вы можете годами формировать мужчину, который не умеет отделять маму от своей семьи. И тогда вопрос уже не в том, кто съел Барни. Вопрос в том, что происходило между этими людьми задолго до этой шоколадки. И да, звучит страшно. Но иногда человек, который своими руками ничего не сделал, может оказаться косвенно причастным к последствиям той системы, которую он годами создавал. Поэтому мамы сыновей, прежде чем сказать: это моя семья, это мой сын, я имею право, спросите себя: а я его действительно люблю? Или я просто не умею его отпустить? Потому что одно дело быть мамой, и совсем другое всю жизнь оставаться женщиной, вокруг которой должен вращаться твой сын. Қазақстанда соңғы жаңалықты естіген шығарсыздар бәрілеріңіз. Бір Барни үшін әйелін ұрып соғып өлтірген. Үшеу әйелі қабат болған. 8 айлық бала бар, иә. Енесі де қорғамаған, қой демеген. Неге жейсің деген ол Барниді, иә. Неге күйеуіңе қарсы келесің деген. Күйеу айтқан, неге мамама қарсы келесің деген. Значит, олардың бәрі соучастник, енесін бірге соттау керек. Не деген сұмдық, сонда қазақтың келіндерінің құны бір Барни болған ба? Мына деген қыз баланы өсіріп отырған аналарға айтайын, өзім де қыз бала өсіріп отырмын. Егер тұрмысқа шыққан жерінде я қайнапасы, я күйеуі, я енесі қолын тигізді ме қыздарыңызға, қорғап қыздарыңызды алып кетпейсіздер ме?
байсыз қалса да алып кетіңіздер қыздарыңызды. Значит, ол орта агрессивный, значит, олардың сөйлесетін тілі сол. Қыздарыңызға үй әперіңіздер. Қыздың барар жері жоқ. Өз үйіне қайтайын десе ол қыздың үйі емес, анау атасының үйі, анау күйеуінің үйі, қыз балаға барар жері жоқ. Сондықтан қыз баланың жағдайын жасап, қыз балаға үй әперген дұрыс. Қыздарыңызды оқытыңыздар, көзі ашық болсын, өз-өзін қорғай алатындай болсын. Қыздар, байсыз қалмайсыңдар, оқыңыздар. Өздеріңізге нан табатындай, өздеріңізді қорғайтындай. Мынау сұмдық. Мынау енелер, үйдегі ауа райын жасайтын енелер. Келінді алып алады да, одан кейін бастайды. Ананы істей алмайды, мынаны істей алмайды. Ана баласының құлағына құяды, өзінің күйеуінің құлағына құяды. Мынау ана жер істей алмайды, мынандай істей алмайды деп. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, келген келін 40-тағы қатынның ісін істеп жүрсе, ол келін емес уже, жас келін, нәзік. Ол солай келу керек. Түк білмей, енелер тәрбиелейміз деп рольға кіріп кетеді. Енелер, сіздер келінді тәрбиелемей қойыңыздар. Сіздер просто өз личный примерларыңызбен көрсетіңіздер. Өздеріңіз қандайсыздар, сіздің келіндеріңізді сондай келін болады. Сұмдық қой мынау қазақтың қызының құны бір бар не. Әп-әдемі қыз ғой анау, әп-әдемі қыз ғой, Құдай-ай. Не деген сұмдық мынау. Қыз тәрбиелеп отырмыз біздер бәріміз. Қорғаңыздар қыздарыңызды, үй әперіңіздер, оқытыңыздар. Бір ұрдыма сразу алып кетіңіздер. Байсыз ешқай қыз өліп атқан жоқ. Бала шағасын бәрін өсіріп жеткізіп атқан қанша қазақтың қызы жүр. 5 бала, 6 баламен ажырасса да. Еще қоғам оларды ажырасты деп сөгесіздер. Неліктен ажырасып жатыр? Сондай агрессиядан қашып ажырасып атқан шығар мүмкін. Қазақтың қыздарын қорғайтын адам бар ма өзі? Ене үйде бастық емес. Және шешеңнен қорқып, әйеліңді құрбандыққа шалу, ол да дұрыс емес. Қараңыздар ана Барнидің жағдайын. Ол мәселе пішінеде тұрған жоқ анау. Оның ар жағында астарылда болып жатыр ғой ана жақта әңгіменің барлығы. Бізде ондай проблема Қазақстанда жетеді. Әсіресе оңтүстік региондарында, батыс региондарында келін мен ененің қарым-қатынастары өте жаман, нашар. Қаншама бағдарламаларда жүремін мен, сарапшы болып. Жиі келеді осындай проблеманы. Айналайындар, шешіп алсаңызшы, мына нәрсе естеріңізге кірмей ме? Келін күң емес ол саған, құлдай емес. Сен үйге келгенде қалай өзіңді ұстайсың, енелер? Так, үйленгенге шейін, ой айналайын, ой жаным қызымдай көріп бүйтіп. Тұрмысқа шығып алғаннан кейін, уже келін түсіргеннен кейін басталады әңгір таяқтарыңыз. Так, мен бастықпын, мен начальникпін, ананы былай істе. Мына ойбай ананы білмейсің бе? Үйіңде тәрбие көрмегенсің бе? Шешең не істеген бірден жаман-жаман ауыр сөздерді айтып жібересіңдер. Талайын көріп жүрмін осындайды. Сіз ана келінді ойламайсыз ба? Мына үйге енді келіп тұрған 20-25 жастағы аралығында қыздар ғой олар. Басқа үйдің тәрбиесінде, басқа үйдің менталитесін көрген, басқа үйдің табиғаты жалпы, өзі де басқа адам. Сіздің үйге келіп етене араласып кету үшін 5-6 жыл кем дегенде керек сізге. Жоқ дегенде керек. Сол кезде сіздердің поддержкаларыңыз керек оған. Ай қарағым, мынау деген мынандай нәрсе. Біздің үйде мынандай-мынандайлар болады. Оны былай істесең, оның мынандай нәтижелері бар. Сіздердің үйлеріңізде осындай істей ме? Істелмесе біз үйрене ғой жаным, ештеңе де кетпейді. Өмір болғаннан кейін үйренеміз. Өміріміздің соңына шейін оқимыз біз деген, сабақ аламыз деген сияқты сөйтіп, ақырын жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді ғой. Жоқ! Қолдарыңызды былай, мынаны бүйтіп байлап, құлақтарыңызды бүйтіп алып, ұрсып кетесіздер. Дәл сол кезде еще балаларыңызға, сен неге мені жақтамай отырсың? Сонда сен масқара анаңды бүйтіп қорғылап отырсың, не үшін сен тудым деп бастайсыздар. Олай дұрыс емес ол. Вообще өйтіп ер баланың психикасына нельзя действовать, манипуляцияны олай жасамау керек. Ер баладан жық болмау керек, үйде бастық сол. Шешеңді сыйла, бірақ айтуың керексің. Мама, ол менің жан жарым. Осы үйге ертең сенен кейін кететін, із басып қалатын осы адам. Балаларымның анасы, жаным.
бұл да менің шешем мінезі бар, иә. Мындай көзін демей салам, бірақ мен сенің қасыңдан постоянно поддержка беремін жаным. Мынаны былай істей салайықшы деп, осындай сөз болу керек, границаны осылай шешу керексің сен. Мен міне двойкалайын деп жатырмын деп. Ондай қыз емес тұғын вообще. Олай істесе ол киім таңдауға бармайтын еді біріншіден. Ол күліп жүрмейтін еді. Ол кешке ойын адам тез өзгертпейді ғой олай тез. Мен ойламаймын, что потому что оның арқасында сабалған іздер бар. Шыбықтың ізі бар сабалған. И мына жақта тырналған, қызарып тұр. Одан кейін аяғының бәрі синяк, біз көрдік. И мына маңдай көгерген. И басын жарған ба білмейміз оны. Басын жарған. И қан тоқтамайды басынан. И астынан баласын алып тастаған сияқты. Потому что астынан қан ағып жатыр, тоқтамады. Астындағы баласы несі? Баласы 2 қабат болды ол. Маған аяғым ауыр деп айтты маған. Мен тест жасаттым, даже SMS-терін көрсете аламын сіздерге. Ол тест жасаттым деді. И асты бәрі қан. Егер ол баласын алып тастамаса, ол асты қан болмайтын еді. Мен солай ойлаймын, шыны керек. Бұның барлығын кім істеуі мүмкін? Мадияр. Біреу көмектескен ба білмеймін ол жағын, бірақ Мадияр істеуі мүмкін 100%. Потому что Мадияр бүгін туыстар келген де жоқ, бір иманды болсын деп айтып, ешқандай туыс келген жоқ. Даже Мадиярдың өзі бет көрсеткен жоқ. Құрбыңыздың толық жасы 18 екен, иә? 20-ға толады ғой 2007 жылғы. Ертең уже туған күні болатын еді. Күні ертең ба? Иә, ертең. Жалпы соңғы кикілжің туралы айтып беріңізші, Барни туралы. Иә, Барни жегіс келген. И баласына біреуін береді, өзі біреуін алады. Одан кейін жеп тұрған кезде күйеуі айтады, мен бұны балаға алып келдім ғой, сен неге жеп жатсың дейді. Одан кейін ол ұрысқан соң жегіс келмейді ғой любой адам. Берген қолына болды, жемеймін деп кетіп бартқан. И енесіне барған, енесі ұрысқан неге екенін ұрысып жатсыңдар деп ше. Осын ол айтқан, енді жем келді ғой деп. Енесі айтқан, енді енесіне сөйтіп айтқан соң күйеуі айтқан, сен неге менің мамамды сыйламай жатсың деп ше. Сен менің мамама сөз қайдарасың деп, короче. И ол туалетке кетіп қалған, мен подружкам туалетке келіп, қолын жуған кезде қайтып ұрысып басталған ғой сол жақта. Ұрысқан, одан кейін келіп ұрған екен оны. Басынан келіп ұрған. Өзі маған жазып жіберді. Сізден 15 мың теңге сұрапты, иә? Иә, 15 мың сұрағанмын, бірақ мен таба алмадым өкінішке орай. Бүкіліне сұрадым. Кім бар, бүкіліне сұрадым. Мен бірақ оның алдында оған қарыз беріп жүргенмін. Мақсаты 15 мыңды алып, Алматыға келу ме еді? Иә, негізі сондай болу керек. Бірақ мен ол өз-өзіне қол жұмсайды деп ойламаймын, ол ақша үшін ондай қыз емес ол. Ол мен оған 79 мыңдап бергенмін негізі, 10 мың, 20 мың қанша сұрайтын соны бүкілін бердім. Просто мен сол кезде ғана мен ақшам болған жоқ. Реально айтайын, ол мен сестренкам сияқты қыз ше, мен егер оны жақын тартпасам, мен ешқандай жерге пост салмайтын едім. Мен ести салып түнде салдым да, 1-2-лерде естідім ба, сразу салдым. Ал хабарды қалай естідіңіз? Бір танысым айтты да, ол асып қалды деді. Мен сенген жоқпын, сосын енесіне звондадым өзім. Сосын енесі бақырып жатыр, асып қалды, мен келдім, анау-мынау деп. Содан естідім мен. Сол енесі, бірақ мен сенген жоқпын оған асып қалатынына. Сосын треске шықтым, мен подружкам асылып қалған, мыналар кінәлі Барни үшін өлтірді деп ше. Потому что ана жаққа Барни себеп болған сияқты мен үшін ше. Сіз өзіңіз бардыңыз ба оқиға орнына? Барып көрдім, ұрған бүкіл маған айтатын, ол енеміз ортамызға от салатын деп айтатын. Мен басына Мадияр маған көмектесіп жүрді дейді, бірақ артынан уже енем сен не қатыныңа көмектесіп жүрсің деп айтқан ғой. Сол кезде уже Мадияр маған деген отношениесі өзгеріп кетті дейді. Всегда мамасын қорғайды, даже мамасын қорғаған кезде мені ұрып бастады дейді да. Сондай не істеген. Енді бүгін жерледіңіздер ғой? Жерлеместен бұрын сіз енді құрбыңызды жуындырған кезде мүмкін денесін көрдіңіз ба? Көрдім. Анау асылып қалған денеге ұқсай ма? Жоқ, ұқсамайды. Артынан бүкілі сабалған, мен сізге айттым ғой, сабалған, мына жеріне қысып қинаған ғой, аяқтары кір-кір болады ғой, тырнақтары кір. Жеңгелеріне сұхбат алған кезде асылып қалған жерінен алып көтере алмағаннан кейін сүйредім дейді. Осы рас болуы мүмкін ба жалпы? Рас болуы мүмкін, өйткені шашының бүкілі мынандай қоқым мұсыр болып тұр. Жоқ, асылып қалған жерінен сүйредім дейді да. Әлде сүйреп өлтіріп қоюы мүмкін ба? Сүйреп, ол ұрып өлтіруі мүмкін, ұрып өлтіріп қойып, сосын асып қоюы мүмкін, мен солай ойлаймын, шыны керек. Потому что анау мамасына видео жіберген, ана видеода сөйлемейді, біздің Мадина сөйлеу керек қой. Әр кезде видео түсірген кезде сөйлейді ол. Ал ана видеода молчит, вообще дауыс шықпайды. Просто аяғын өзі ұқсамай тұр, ол Мадинаның аяғы ондай емес. И розовый двойка киген. Ол розовый двойка маған соңғы рет айтқан кезде мен оны киім келмейді деген. Бұл маған неудобно, өйткені баламен жүрген кезде всегда құлап қала беремін дейді да. Мен оны тастауым керек деді. Бірақ ана видеода розовый двойка киген, ол тастаймын деген затын қалай келді? Сол видеоның мақсаты қандай сонда? Көрсету керек, типа, не шығар? Как сказать, типа өзім асып қалдым деген сияқты видео ғой. Сонда сіздердің ойларыңызша бірінші өлтіріп алып, одан кейін барып сол видеоны түсіріп жіберді деп тұрсыздар ма? Иә, солай ойлаймыз. Алып қосарыңыз бар ма тағы да? Не айтқыңыз келеді? Қоғамға не айтқыңыз келеді? Құзырлы органға не айтқыңыз келеді? Мадияр өзінің жазасын алсын, ешқандай да ақша бұл жақта рөл ойнамасын, әділдік болсын. Менің подружкамды мен жерден шығара алмаймын. Мен оны құшақтай алмаймын. Тек әділдік болсын, соны ғана сұраймын. Ал сіз өзіңіздің өміріңіз үшін қорықпайсыз ба? Өйткені ең бірінші ақпаратты сіз тараттыңыз, қазір енді сұхбат беріп отырсыз. Өйткені мен сұхбат берген себебім мына жақта екеуміздің де әкесіз өстік екеуміз де. Мен ол күйеуіне айтқан ғой, енді әкем жоқ деп. Ол ойлаған Мадияр қорғанышы жоқ болған соң білгенін істеген ана қыздың денесінде сау тамтығы жоқ даже. Бүкіл аяқтары көгерген, даже Мадиярдың кластасын айтыпты да, ол мені ұрады деп суретін жіберген.
бүкіл суретін соған жіберген екен. А класстасы ешқандай мадиармен сөйлеспеп па? Мадияр сол подружкамен араласуға оған запрет берген. Ол қызбен араласпа деген Мадинаға. И екеуі араласпаған одан кейін. Жақсы. Мадияр сізге хабарласты ғой, видеоларды өшіріп таста деп. Иә, өшіріп таста дейді. Ол ешқандай ода сожаление жоқ, андай өкініш сезімі жоқ. Маған айтады, спокойно отыр, мен баламды детдомға тастағым келмейді. Сен өшіріп таста, келіп бәрін шешеміз дейді маған. Мен айттым, мына жақта біреудің қызынан айырылып отыр ғой бір ана. Мен өшірмеймін дедім ештеңкені. Сен балаңнан айырылсаң, ол ана қызын қайтара алмайды дедім мен оған. Ол сосын бүкіл сообщениені чаттағы удалить етіп тастапты. Даже мен сообщением ол жақта жоқ. Білмеймін қалай удалить еткен, әйтеуір жоқ. Бірақ сіз скрин жасап үлгердіңіз ба? Біреуін алдым. Сол құжаттарды, дәлелдерді бізге бере аласыз ғой? Берем. Иә, бүкілін берем. Менде не бар, бүкілін берем. Мен подружкам үшін до конца барам. Ешқашан жасырмаймын мен. Өйткені мен бірінші пост алдым ғой, мен до конца барам. Жақсы, біз енді сіздердің отбасыға, осы әулетке аппаратпен қолдау көрсетеміз. Осы бағдарламаны да таяу күндері монтаждап, қалай бар, солай шығарам. Ары қарай да енді жеке нөмірімді алдыңыз, хабарласып. Мен тағы бір нәрсе қосқым келіп тұр. Ол 17 жасында алып қашып кетті ол қызды. 17 жасында алып қашып кеткен. Ол кәмелеттік жасқа толмай, ол қыз маған айтқан, мен тұрмысқа шыққым келмейді деп сол кезде айтып жүрген. Маған ерте мен жұмыс істеуім керек, оқуым керек деген. Мен юрист болғым келеді. Ол юристті бітірді ғой. Юрист болғым келеді деп айтты. Ал ол жігіт оны алдап алып қашып кеткен. Еще кәмелет жасына толмаған қызды екі қабат қылудың өзі заңмен не істелу керек қой, қаралу керек. Оның бәрін қарауыңызды сұраймын мен. Потому что ол ондай қыздың өмірін, гүлдей қызды өмірін құртып отыр ғой. Екеуі заңды некеде ме? 18 жасында иә тұрған екен. ЗАГСке тұрды, иә. Бірақ бір жыл бойы, как сказать, просто ислами некемен тұрған ғой. Қалай танысқан екеуі? TikTok желісінде танысып, 20 күндей сөйлескен, кездескен. Сөйтіп ол қызды алдап алып қашып кетеді. Мен медеуден кафе ашылайын деп жатыр, жүр бірге барып көреміз дейді. И ана қыз сенеді ғой, енді жақсы көрген ол жігітті. Барып сеніп барса уже меркеге кетіп бара жатыр екен, алып қашып кеткен сөйтіп. Ол қыз білмейді оны алып қашқанын. Трассада білген ба алып қашып жатқанын?